4 сентябрьда 2017 жылдың сығары хакас тілі күні танықтылша. Хакас тілін хайрылеріна, паза сабландарына шардылған республикада аймақ мероприятиялар иртірілшілер. Иди пүлпи аймандағы қызыл хары суғалының школызында үс аймақ урок ирт барған. Өн урокта үгірінжілер паза школа тоғынжылары хакас тілінің түрк сөстері орыс тілінде диктант пасханар. Азынады коридор зар столар сығарылған, прайзын прердің отыртқанар. Мында 15 азыры кізі араласқан. Үгіретшілердің пасха, мында 15 азыры кізі араласқан. Үгіретшілердің пасха хайпре жилер диктант пазарға үнетін келгенер. Диктанты пасқан сонда писаны сынықтапчыбыз. Сынықтан сонда алдынжы немем оценкалары үгіретшілерге тұрқсыз паза неме тоғынжыларға, әже бабаларына тұрқсыз. Ең жақсы басылған диктанттарға грамоталары берілчіпіз. Школа администрацияның сығары грамоталары пастаға, екінші өзінже орын берілчіпіз олғанарға пазы әже бабаларына. Мындық диктанттар олғанарына кізіні істерге сезіктік боларға үгіретшілер. Анның пасха алжас шоқ пазарға күстіншілер. Бір класста олғанар аймық хостер шаяныр, бірсінді тізін кіші кластердің үгіріншілері пошырдың сыхан писательердің кебілістерін хакас тілінің қығырып марғылысханар. Көзідімге Катя Качалакова, ши драматург Алексей Сагатаевтың хосхадыңар кебілізін уға шақсы шоқты пирген. Хосхаджақ, ойнапча аңаджақ, немай целғызым хосхаджақ, сүтті түк селғызым. Сегір хосхаджақ, хосхаджақтарыны қойдырып, ойна хосхаджақ, күшкілеріні шүрезіп, хосхаджақ, ойнапча аңаджақ. Аның пасха үгіріншілерге хакас тілінің кенделер көзіділген пұлған апала оларына школа дәбі алай байыбды қығыры палжан оңдай бар. Бұл күн прайда үгіріншілер паза школа тоғынжылары хакас ке пазықтық болғаныр. Шапсықта болған школа тұлдыра шазан салған шоны көрерге. Бір класты кішік олығыз қызжақтырып хакас ойнаныр. Олар пер 2 жас хақынып келп ашшалар. Мында оларына школа темнепшілер, едек посты хайде тудынарға үгіретшілер паза хакас тіліне шоқтазарға көніктіршілер. Мында уроктар тектіңне іштіріл бежілер, ол тіліні хайралып қаларға паза теледерге оңдай пеші. Надежда Баргаякова, Евгений Чаптыков, хабарларға.